Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай амансыздар? Аман. Құдай жоқ деп отырдың ба не бауырым? Да, бәрекелді. А? Бәрекелді. Иә. Не себепті уағалейкум ассалам деп жауап қайтардың онда? Сендер қанды іштіңдер шыны керек ше. Жоқ, енді өзің айтып отырсың ғой, құдай жоқ деп. Өзің айтамын, қанды іштіңдер ше. Біреу келеді да, қазір сен ассалаумағалейкум дейді, біреу келеді да. Мен айтамын, амансың ба десем, неғып сәлемімді алмайсың дейді ше. Мен сен сәлемімді алмайсың дейді да. Сосын мен айтамын, қазір саған амандассам мен, мынау регион сияқты шығасың деп ше, неге амандасып атсың, егер сенбейтін болсаң деп шығасың. Ол айтады да маған, ол сенсең де сенбесең де мен саған құрметтеп, саған Аллахтың сәлемі болсын деп амандасып жатыр, мен жауап бере салса ештеңе кетпейді ғой дейді. Біреуің сөйтіп келіп ренжисің, екіншің келесің да, анау неғып амандасып атсың, оны қандайсың да определитесь өзің. Не қайда, не үшін жоқ деп отырсың? Определитесь өзің, арабша амандастың екен деп бір қазақтан арабша болғанда ол былай ғой, қазақшасы. Алланың саған да нұры жаусын деп тұрсың ғой сен. Нұры жаусын деген сөз бар ма не ол жерде? Бар, неге жоқ? Уағалейкум ассалам қазақшасы. Алланың саған да нұры жаусын. Талдап берші, ассаляму алейкум деген сөзді маған талдап айтып берші. Қай жерінде нұр деген сөз, қай жерінде Аллах деген сөз, қай сөзі жаусын деген сөз. Ассаламу алейкум деген ол арабшасы. Қазақшасы Алланың саған нұры жаусын деген сөз. Сен арабшасын маған талдап берші бүйтіп. Әс деген, міне Аллах деген сияқты, сәлям деген нұр, сосын алейкум деген жаусын деген сөз. Солай талдап берші, сен білмейтін сөзіңді неғып ақыл қылып үйретіп отырсың бізге? Тыңдашыш бауырым сен. Ассаламу алейкум деген мағынасын айтып беріп отырсың сен. Именно мағынасын білем да, саған талдауын білмеймін деп тұрмын конкретнеше, бірақ сен қара енді. Ассаламу алейкум дегенде, алло, естіліп тұр ма? Еврейлер неге шалом алейкум деп амандасады онда? Еврейлерде шатағым жоқ менің. Қалай шатағым жоқ? Еврейлер шалом алейкум деп амандасады, алейкум шалом деп жауап береді. Ол өздерінің несі, сен де мысалы өзің амандасу нең бар шығар. Олар да бір-біріне Аллахтың бейбітшілігін тілеп жүр ма, нұрын? Түсінбедім. Ол еврейлер де бір-біріне Аллахтың бейбітшілігі мен нұрын тілеп жүр ма деймін? Тыңдасайшы болғын, олар өздерінің ұстанымдары бөлек. Оларда Алла бар дей ма жоқ дей ма білмеймін, оларда шатағым жоқ. Олардың діні бөлек, ұстанымы бөлек. Олар сенің діндегі адамдар емес, неғып бүйтіп амандасып жүр деймін олар. Өздерінің енді сондай тілдері солай шығар ол. Ассаламағалейкум. Мүмкін олардың мағынасы басқа шығар сен ойлап жүргеннен, ол сөздің. Сен бауырым бүйтсейші онда, менің неме түсінбей тұрсаң. Салам алейкум деген сөз, бейбітшілік болсын деген сөз, мир вам деген сөз. Сен бірінші Google-ге жаз болмаса, Google-ден қарап болмаса, кітаптардан қарап көр сен. Сен қарап айтып берші, сен ғой бізге пиқат етіп отырған, сен өзің қарап айтып кеп берші бізге. Сен не себепті бауырым құдай жоқ деп тұрсың? Қарап келдің ба, сені күтіп отырмыз ғой бәріміз. Айттым ғой мен жаңа, естілген жоқ па не? Не деп айттың? Жоғы, ассалам деген Алланың 99 есімінің біреуі ассалам деген. Не мағына береді екен? Алланың саған сәлемі болсын дейді. Ассалам деген қандай мағына береді? Аллахтың аттарының өзінің мағынасы бар ғой? Ассалам деген аты қандай мағына беретін аты екен ол? Сен енді бауырым не себепті құдай жоқ дегенді ұстанып отырсың дегенім ғой. Айтпадың ғой, естімедік қой. Сәлем деген есімі не мағына береді екен? Амандық беруші деген мағынаны береді. Амандық беруші. Енді дұрыс болдым. Естілмей қалып енді біліп жүретін болдық. Амандық беруші деген сөз, сонда амандық берушінің сәлемі болсын ба, или қалай болды сен мен толық аудармасы? Алланың сәлемі болсын деген ғой бауырым, конкретно айтайын саған, осы ашығы.
сонда Аллах саған сәлемдессін деген или Аллах саған сәлем айтты деген нәрсе ма? Қандай мағынада ол? Алланың сәлемі амандығы болсын деген ғой. Конкретно кішкентай нәрсені бауырым сен дым андай не етіп жатсың ғой. В общем ше түсінікті әңгіме ғой, былай қарап тұрсаң, Алланың саған сәлемі болсын болды. Енді Аллах саған сәлем айту керек па, или Аллах саған амандасу керек па, или қалай ол? Алланың амандығы болсын дегенді қалай түсінсің сен сонда? Амандық деген нәрсені қалай түсінесің? Алла сияқты аман бол деген сияқты ма, или? Алланың амандығы болсын, Аллах тағала адамдарға амандық тілейді ғой. Аманың бәлә сен түсіндіріп қойын екен сен балаға баса жоқ. Шатасып кеттің ба? Ондай болады, иә. Сен мысалға біреулерге амандық тілейсің ғой, дәл солай сияқты ғой, түсініпсің ғой. Дұрыс, иә, түсіндім, қалжыңдап жатырмын, жарайды. Айта бер. Сол Алланың сәлемі болсын деген, Алланың амандығы болсын, Алланың сәлемі болсын, бәрі бір мағынада айтылып тұр былай қарағанда. Жарайды, түсіндім, просто жарайды, қалжыңдап жатырмын, түсіндім. Айта бер, иә, жақсы. Жоқ, енді бауырым, сен Құдай жоқ деген не себепті жоқ деп отырсың, соны білгім келіп отыр ғой мен. Сенбейміз просто ше. Бар дегенге сенбейміз. Не себепті деймін да мысалға. Сол себеп таппай жүрміз. Сенетін, бар деп айтатын себеп таппай жүрміз. Жоқ, саған Құдайдың жоқтығын қалай дәлелдеп жүр деймін да жұрттар саған қалай. Жоқтығын, барлығын бар екенін дәлелдей алмайды ғой. Барлығының бар екенін дәлелдей алмайды. Сосын мен оларға сенбей қоямын да, ай осыларың жоқ ау деп айтамын. Жоқ, мысалға Құран тұр. Құран кітап қой енді. Өзі бірталай дәлел ғой. Ешқандай дәлел емес. Құдай жоқ болса, Құдайдан келген кітап қалай болады ол? Кітап қалай Құдайдан келген болады, егер Құдайдың өзінің бар екенін дәлелденбегесе? Бұл кітап Құдайдан келді, бірақ пайғамбар арқылы келді ғой, солай ма бауырым? Жоқ, енді ол Құдайдың өзін дәлелдемесек, ол кітаптың Құдайдан келгенін қайтып айтасың, сен секіріп кеттің ғой ар жаққа қарай. Бір шақты тастап келесіне өтіп кеттің да, мысалы. Жоқ, енді ол хадистер арқылы, аяттар арқылы пайғамбарымызға түсіп, Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарға түсіп, сол арқылы мына адамға жеңілдікке таратылған. Түспей тұрып, Құдайдың бар жоғын біліп алмаймыз ба? Жоқ, Құдайдың бар жоғы енді кітапта жазылып тұр ғой деймін да, Құран кітап тұр ғой, сол дәлел емес пе саған бірталай? Сонда екеуі бір-біріне дәлел бола ма сонда? Түсінбедім. Екеуі бір-біріне дәлел болып тұр ма сонда? Енді қарашайшы бауырым, ең бірінші кітап Тауратты білесің ба? Құдайға Құран дәлел, Құранға Құдай дәлел ма сонда, түсінбедім. 4 кітап бар ғой. Сен мына әлем жаратылыстың өзі дәлел ғой, былай қарағанда көз алдында болып жатқан нәрсенің бәрі. Ненің дәлелі? Сен дүниеге келуің. Ненің дәлелі? Мысалы, кімнің қиялынан шыққан нәрсенің дәлелі екенін қарапайым адамның жаратылысын қалай жаратылғанын білесің бе, қарапайым адамның? Иә, білеміз ғой. Қалай адам жаратылғанын білесің бе, айтшы. Иә, білеміз. Биологияда оқытады бізге. Биологияда не деп оқытты? Биологияда адам эволюциядан пайда болған деп айтты. Қалай пайда болған адам? Адам эволюцияның жемісі деп айтты. Қалай пайда болған, енді басынан бастап айтпай жейші. Дамып пайда болған. Неден дамыған? Жасушадан дамыған. Жасуша неден дамыған? Жасуша емес нәрседен дамыған. Жасуша емес нәрсе неден дамыпты сонда? Жасуша емес нәрсе, жасуша сияқты нәрседен дамыған. Ең басын айтшы маған бауырым, ең бірінші. Басы жоқ. Басы қалай жоқ, оның басы бар ғой бауырым. Қалай бар ғой, басын табылмай жатса. Адамды Аллах тағала жаратты деп Құранда айтылған ғой негізі. Айта береді. Атамасынан тарадық бәріміз деп. Құранды сен Құдайдың сөзі деп айтасың, оны айтқан Құдайдың бар екенін дәлелдей алмай жатсың. Пайғамбарымыз айтқан Құдайдың сөзі деп. Пайғамбар айта береді. Пайғамбарға не үшін сенесің? Пайғамбарға қалай сенбейсің бауырым? Қалай сенбейсің? Сонда саған біреу бір алаяқ келсе, сен оған сенетін повод іздейсің бе, жоқ сенбейтін, неге сенбеуім керек деп айтасың ба? Қайшы бауырым, сен қазір мысалға саған біреу бір әңгіме айтса, соған сенесің ғой,
сен соған айтасың, мен саған не үшін сенуім керек деп айтатын шығарсың, или мен саған не үшін сенбеуім керек деп айтасың ба? Қайсы сұрақты қоясың сен? Түсінбедім, сұрағын қайталап жіберші. Саған біреу келіп бір лапшаны айтып жатса, құлағыңа іліп жатса, сен оған мынауыңа не үшін сенуің керек деген сұрақ қоясың ба, или не үшін сенбеуің керек деп сұрақ қоясың ба? Не үшін сенуім керек деп сұрақ қоясың, ол бірақ дәлелдеп бере жатса. Дұрыс көрдің бе енді? Мен де сол сұрақты қойып жатырмын, пайғамбарыңа не үшін сенуің керек? Ол дәлелін көрсетіп жатыр ғой адамға. Пайғамбардың өзінің дәлелдері бар. Қандай дәлел көрсетті? Мұғжизалары бар мысалға. Мұғжизалар ертегі деп есептеймін мұғжизалар. Ертегі деп есептеймін мұғжизаларды. Тура қазақтың ертегісіндегі сияқты ешқандай физика заңдылықтарына, басқаға бағынбайтын қиялдан туған әңгімелер ұқсайды ғой. Қиялдан туған емес, ол просто сенімің әлсіздеу болып тұр ғой просто. Сенімің әлсіздеу емес, сен күмәнмен қарау керек қой нәрсеге. Қалай сене бересің? Біреу шығып бір әңгіме айтты екен деп сене бересің бұған. Сен мысалға бауырым, қандай немен себеппен жоқ деп мысалға айтып отырсың, мысалы айтшы сен өзің. Айтып отырмын мен, сендер айтып отқан нәрселерге сенбеймін мысалы. Сол үшін де мен жоқ деп ойлаймын. Сен мысалға Қазақстан тарихын білесің бе, қазақтың тарихын? Иә, сәл. Мысалы, ол тарихтарды қайдан білесің, сен көзіңмен көрген жоқсың мысалға. Иә, оның методтары бар ғой, ғылыми методтары бар. Қандай ғылыми методтар мысалға? Енді зерттейді ғой, деректер жинайды, дерек көздер жинайды, археологтардың қазба жұмыстарына сүйенеді, жазбаларды әртүрлі жерлерден жеткен жазба еңбектерін зерттейді. Олардың сол қай заманда жазылғанын, қалай жазылғанын, және сол жердегі жазылған нәрсе сол замандағы басқа адамдардың жеткізген деректеріне сай келе ма, келмей ма, жеткізілген деректер, олар археологиялық қазбалармен сәйкес келе ма, келмей ма. Тарих деген ғылымның өзінің зерттеу әдістері болады ғой. Солай енді бауырым қарашы, мысалы адамның да жаратылысы дәл солай зерттеліп келген ғой енді. Адамды оны биологтар зерттеген ғой. Биологтар кәдімгідей зерттеген. Дін де солай, мысалы пайғамбар да солай келген, діндерде де солай зерттелген, кітаптар бар. Ол жерде ешқандай зерттеу жоқ, тек қана бір жақты ақпараттар ғана бар. Қалайсың, брат? Жақсы. Мен тарихи деректер жайлы айтып кетейін деп едім. Осы көбісі түсінбей жатады, тарихты зерттейсің ба, тарихты білесің ба дегендей. Жалпы бізде мынадай түсінік бар ғой, тарих деген точный ғылым емес деген әңгімелер бар емес пе? Тарихтың бәріне сене бермеу керек дегендей. Шын мәнінде де ішінде неше түрлі қуған әңгімелер де жеткілікті, бірақ жалпы тарихи деректі біз қайдан аламыз? Мысалға бар ғой, біз Қазақ хандығы 1465 жылы құрылды деп келе жатырмыз ғой мектеп программасында. Оны біз мысалға бір кісі айтты деп сене салған жоқпыз. Тарихты ол 1465 жыл, там хижраның 870 жылы ғой, шатаспасам. Сол жылдары Керей мен Жәнібек Әбілқайырдан бөлінді деген деректер бірнеше кітапта келтіріледі. Сол бірнеше кітаптың қосындысын алып ортағын шығарады. Ол любой жаңағы тарихи дерек болсын, оған мынау бүйтіп айтты, осылай нақты болды деген сөз емес те. Нәтижесінде біз бір тарихи деректі алу үшін көп ғылыми деректерге сүйенеміз. Егер мысалға бірнешеуі растап атса, бір-екеуі жоқта шығарып отса, значит, ол шындыққа больше жанасады деген сөз. Сол себеппен де бізде мысалға кейбір даталармен бойынша всегда нелер бар да, андай енді бір-бірімен келмейтін уақыттарда болады да, мысалға Қасым ханның билік құрған жылдары десе 1511 мен 18 деп келеді, ал кейбір жерлерде 1511 мен 23 деп келе жатады мысалға. Себебі бір-екі деректе Қасым хан жайлы міне осы жылдары дерек келтірілген екен деп. Сол айтып кетейін дегенім осы, победители пишут историю деген. Я әрине, победители пишут историю, бірақ енді ол мысалға, допустим, Қытай барды да, там Тибетті жаулап алды, иә? И біз ол қытайлар Тибетті жаулап алғанын тек қана қытайлардың источниктарына қарамаймыз ғой. Ол оқиға жайлы көрші елдерде жазып кеткен мысалға. Олардың да источниктарын қарайсыңдар. Сөйтіп бір фактқа келтіріледі. Дұрыс, регион көрдің бе? Тарих деген сондай.
бір адамның айтты екен деп бірдеңені айтты екен деп оны ешқандай дәлелсіз дерексіз сенші маған деген әңгіме болмайды. Жақсы брат, мен соны айтсам деген ғой бері. жоқ, дінді де бір адам емес қой зерттеген, талай ғалымдар ғұламалар бар ғой зерттеп әкелген. Нені зерттеп, мұғжизаны зерттеп келіп па? Дінді зерттеген, сол уақытқа дейін Қой енді әкелген. біз мұғжиза туралы айтып отырық қой енді, мұғжизаларды қайтып зерттепті деймін да. Мұғжиза ол тек пайғамбарларға берілетін қасиет қой сондай өзі. Оның қасиет болғанда оның болған болмағанын қалай дәлелдейсің деймін да, ол нәрсеге болды деп айта береді. Оған дәлел Құран ғой енді, оған дәлел бізде Құран. Жоқ, Құран бір нәрсенің болғанына Құран қалай дәлел болады? Құранның өзінің ішінде екенін дәлелдей алмайды. Мысалы қарапайымда, мысалы үйлер өртеніп кетіп жатыр, тағы бірдеңе болып жатыр, машиналар авария болып жатыр, анау мынау, бірақ ішінде Құран кітап бірдеңе болса именно сол өртенбейді, әйтеуір сақталып қалады ғой, оған таңғалмайсың ба? Элементарный көрдің бе, физиканы білмесең негізі әлем айналаңның бәрі ғажайыпқа толы болады деген әңгіме да бұл. Негізі кітаптардың көпшілігінің өртеніп кетуі қиын, өйткені ол өте тығыз болады да. Сосын жаңағы Құранды площадьқа, алаңға алып шығып өртеп жүрген адамдар көп. Сол кезде неғып өртенбей қалыпты, ол өртенбейтін кітап болатын болса. Қағаздан жасалған дүниені енді сондай қасиет берейін дедіңдер ма? Қудыңдар ғой. Жоқ, енді қара бауырым сен. Ол кітап мысалы айналасында басқа кітаптар тұрса да солар жанып кетіп жатыр ғой, мысалға ше. Именно сол. Ол Құран, сен мынандай тұжырым жасап отырсың, Құран жанбайды дегенге отыр ма, или жана ма? Құран ол суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды деген тема ғой үшін. Енді сен Швецияда алаңға алып шығып Құранды өртеп жүргенін көрмедің ба не? Швецияда ол қандай Құран екенін білмедім мен ше, мысалы ол бұрмаланған Құран. Қандай особый протекциясы бар, андай. Сонда особый Құрандар сатыла ма не, андай waterproof, су өтпейтін, отқа жанбайтын, бронированный Құрандар бар шығар мүмкін. Ол қандай Құран екенін қайдан білемін деген емес мынаны. Кітап қой. Ол қарашы енді атеист жігіт қой ол ше, өзі істеп жатқан оны. Дінге сен сияқты жанбайды деп едің, жанып кетті деймін ше. Ол кітапта келіп өтуің мүмкін ғой, білмейміз ғой біз конкретно. Көрсетіп тұрып бүкіл ислам елдері қырылған жоқ па Құранды неғып өртейсің деп. Солар анда регион қандай әңгіме айтасың? Ақбота Құранды неге мысық баспайды дейді. Интернеттен іздесең сол Құранды басып жүрген видеоларды табасың. Өздеріңе ұнайтын нәрселерді, келетін нәрсені ғана алып қалғандарын жауап бермесеңдерші. Сен бүйтшейші бауырым, қай қаладансың сен? Болды ма, бітті ма әңгімең енді? Қай қала деген қалаудың әңгімесіне күштің ба? Астана ма, Анкара ма, Айға ма дейсің ба? Ол қалаңдағы имамдарға барда сөйлесіп көрсейші сол кезде, сұрағыңа. Имам да сенің ар жақ бер жағың ғой негізі. Біздер енді ондай қатты біліміміз жоқ, жалпы негізі былай жүрген адамдарымыз ғой, олар оққан өз маман иесі да, сен соларға сұрақтарың болса конкретно солардан сұра деп жатырмын. Сонда сен өз сеніміңе жауап бере алмайсың ба? Сенің сенімің үшін саған имам жауап бере ма? Сен кришаң имамдар ма сонда? Қалай сонда, түсінбедім. Сен өз сенімің туралы өзің жауап бере алмайсың ба деймін де, сонда имамға жауап бере ма сен үшін? Сен кришаң ба имамдар сонда? Өз сенімің үшін сен өзің жауап бермейсің ба? Жоқ, мен өзіме өзім жауап беремін ғой. Енді онда имамдарға не бар деп отыр? Сенің сұрақтарың болып жатса, содан сұра қатты, өзіңге анау-мынаудан сұрай берме деп жатқаным ғой просто. Анау-мынау деген кім сонда? Ислам туралы мұсылмандардан сұрауға болмай ма сонда? Мұсылмандардан енді имамдардан сұра деп жатырмын ғой, болады сұрауға. Бірақ олар діндерің имамға ғана арналған ба? Діндерің имамдарға арналған ба деймін? Имамдар олар өздері оқып, сол саланы оқып білген адамдар деймін да, мысалы саған. Сол салада жұмыс жасайды. Сонда сендер дініңді түсіну үшін оқып білу керек па діндеріңді? Сонда ол адамзатқа түскен нәрсе емес па сонда?
сен любой жұмысты да оқып біліп істейсің ғой, дұрыс па? Дін саған жұмыс емес қой, дін саған жұмыс емес. Дін деген бүкіл адамзатқа түскен инструкция ғой. Прямой түсінбесейші. Мен саған мысал Дін деген бүкіл адамзатқа түскен инструкция ғой. Сол инструкцияны оқи алмайтын болсаң, сен айтасың ғой, мен саған инструкция берсем, мысалы, сен түсінбейтін инструкция беріп, осы инструкциямен шифонер жина десем, сен маған айтасың ғой, мен түсінетін инструкция берсей деп. жоқ. Енді қарашайшы, мен мысалға сен қандай инструкция беріп тұрсың маған? Мен соған қарай мысалы Нені имамнан сұра деп жатсың, мен түсінбедім да. жоқ, мысалға сұрақтарың болса деп жатырмын да саған. Сенен ол сұрақты сенен де сұрай бермеймін ба, сен де мұсылмансың ғой. жоқ, мен мұсылманмын да, менен де бірақ мен жауап бере алмайтын сұрақтар болады ғой мысалға. Мен сенен мысалы ақида сұрап отқан жоқпын, мен саған общий әңгіме айтып отырмыз ғой. Ой, сен бауырым түсінбей тұрсың ғой. Мен сенен Құранның тәпсірін сұрап отқан жоқпын, мен сенен тәжвид сұрап отқан жоқпын мысалы, мен сенен ақида сұрап отқан жоқпын мысалы ше. Сен элементарный жалпылама әңгіме айтып отырық қой. Оған имамның не керегі бар деймін да.